Қайырлы күн оқушылар. Бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 46-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы жай есептерді құрама есепке айналдыру. Сабақты бастамас бұрын каналға келіп лайк басып досыңа жіберуді ұмытпа. Бірінші есеп. Жай есептерді салыстыр және шығар. Аулада 17 ұл және 18 қыз ойнап жүр. Аулада барлығы неше бала ойнап жүр? Енді барлығын табу үшін бұл жерде 17-ге 18-ді қосамыз. Екінші есеп. Аулада 35 бала ойнап жүрді. Олардың 19-ы үйлеріне кетті. Аулада неше бала қалды? Енді қалғанын табу үшін бұл жерде 35-тен 19-ды азайтамыз. Енді осы есепке қысқаша есеп жазамыз. Ұл бізде 17, қыз 18, барлығы бізде белгісіз бала шешуі. 17-ге 18 қосқанда 35, жауабы барлығы 35 бала ойнап жүр. Екінші есепте барлығы бізде 35 бала кетті, 19 бала қалды, белгісіз. Шешуі 35-тен 19 азайтамыз, 16, жауабы 16 бала қалды. Екінші есеп. Бірінші тапсырмадағы екі жай есептен құрама есеп құрастыр. Оны түсіндіре отырып шығар. Бізде қандай амал қолданылатыны беріліп тұр. Бірінші амал бізде қосу амалы, яғни аулада ойнап жүрген балалар санын табу. Яғни 17 қосу 18 болу керек бұл жерде. Екінші амал азайту амалы берілген. Аулада қалған балалар саны, яғни 35-тен 19-ды азайтамыз. Есеп құрастырамыз. Аулада ұл 17 ойнап жүрген, қыз 18 бала ойнап жүрген. Үйлеріне кеткені 19 бала, аулада қалды бізде белгісіз. Шешуін табу үшін бірінші амал қосу амалы, яғни 17-ге 18-ге қосып, барлығы аулада ойнап жүрген балалар санын табамыз, 35 шығады. Екінші амал 35-тен үйлеріне кеткен 19 баланы азайтамыз. Сонда аулада қалған балалар саны шығады, ол 16 болады. Жауабы аулада 16 бала қалды. Үшінші есеп. Есептерді салыстыр. Осы есептерден құрама есеп құрастыр және шығар. Көркем еңбек сабағында қыздар 34 оюдың және 42 гүлдің суретін салып бояды. Қыздар барлығы неше сурет бояды? Яғни барлығын табу үшін бұл жерде де бірінші есеп сияқты 34-ке 42-ні қосамыз. Екінші есеп. Көркем еңбек сабағында қыздар 76 ою мен гүлдің суретін бояды. Оның 55-ін сынып бөлмесін безендіруге жұмсады. Неше сурет қалды? Бұл жерде де қалғанын табу үшін 76-дан 55-ті азайтамыз. Бірінші есепке ұқсас есеп. Балалар, енді қысқаша шартын құрамыз. Ою 34, гүл 42, барлығы бізде белгісіз сурет. Шешуі 34 қосамыз 42-ні 76 болады. Жауабы барлығы 76 сурет бояды. Екінші есепте барлығы 76 сурет жұмсады. 55 сурет қалды бізде белгісіз. Шешуі 76-дан 55-ті азайтамыз. 21, жауабы 21 сурет қалды. Енді осы есепке құрама есеп құрастырайық. Көркем еңбек сабағында қыздар 34 оюдың және 42 гүлдің суретін бояды. Оның 55-ін сынып бөлмесін безендіруге жұмсады. Неше сурет қалды? Қысқаша шартын құрып аламыз. Ою 34, гүл 42 жұмсады. Бізде 55 қалды белгісіз. Шешуі бірінші амал 34-ге 42-ні қосамыз, 76. Екінші амал 76-дан 55-ті азайтамыз, 21. Жауабы 21 сурет қалды. Төртінші есеп. А нұсқасы. 42 қосу 15 қосындысының мәні 39 азайту 12 айырмасының мәнінен қанша артық? Ә нұсқасы. 61 азайту 29 айырмасының мәні 66 қосу 15 қосындысының мәнінен қанша кем? Енді бұны табу үшін амалдарды орындаймыз. А нұсқасы. Ең алдымен берілген амалдарды шығарып аламыз. 42-ге 15 қосқанда 57, 39-дан 12-ні азайтқанда 27 шығады. Енді қаншаға артық екен табу үшін 57-ден 27-ні азайтамыз. 57, 27 санынан үлкен деп көрсетіп қойдым салыстыру белгісін. Енді жауабы бізде болады 42 қосу 15 қосындысының мәні 32 азайту 12 айырмасының мәнінен 30-ға артық екен. Ә
мән нұсқасы. 66 қосу 15 бізде 81 шығады. 61-ден 29-ды азайтқанда 32 болады. 32 81 санынан кем. Яғни қаншаға кем екенін табу үшін 81-ден 32-ні азайтамыз, 49 шығады. Сонда жауабы 61 азайту 29 айырмасының мәні 66 қосу 15 қосындысынан 49-ға кем. 5-ші есеп: жасырын сандарды тап. Бұл жерде ауызшада және теңдеу түрінде де шығаруға болады. Мен ауызша түрінде шығардым. 32-ге 24-ті қосып аламыз. Бізде 56 шығады. 56-дан 41-ді азайтқанда 15 болады. Сонда жасырын сан бізде 15 болады. Келесі есеп: жұлдызша белгісі берілген. Жақшаның ішінде 13 қосу 21 тең 57. Жақшаның ішін шығарамыз. 13-ге 21-ді қосқанда 34 болады. 34-ге 57-ні қосамыз. 91. Сонда жасырынған сан 91 болады. Келесі есеп: 56 қосу, бізде белгісіз сан, қосу 11 тең 75. 56-ға 11-ді қосып аламыз, 67. Одан кейін 75-тен 67-ні азайтамыз. Сонда жасырын сан 8 болады. Келесі есеп: 26 азайту 13, бізде 13 шығады. Одан кейін 13-тен 4-ті азайтамыз. Сонда жасырынған сан бізде 9 болады. 6-шы есеп: есепті шығар. Цифрлық сауаттылық сабағында 8 қыз және 9 ұл компьютерде жұмыс жасады. Олардың 12-сі жұмыстарын аяқтады. Неше бала компьютердегі жұмыстарын жалғастырды? Бізде графикалық моделі берілген, яғни жұмыс жасағаны 12 бала, аяқтағаны жұмысты, аяқтамағаны бізде белгісіз. Барлығы жұмыс жасаған балалар 8